Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сүтті қыз, яғни молочная девушка тортын дайындалуын көрсететін боламын. Бұл онлайн тегін мастер-класс десек те болады, сондықтан видеоны түсінікті болу үшін соңына дейін қараңыздар. Тортты осылай әсемдеудің және пісірудің, дайындаудың барлық қыр-сырларын ашып айтатын боламын. Сіздермен арайлым. Тортымызды бастаймыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызға жұмыртқамызды қосып, бенчектің көмегімен араластырамыз. Миксермен де араластырсаңыздар болады. Яғни майымыз жұмсақ болуы керек. Осылай іртіге кеткенше араластырамыз. Оның үстіне сгущенный молокомызды қосамыз. Ол да бөлме температурасында болуы керек. Бұл жерде айта кететін жайт, сгущенканың қоюлығына мән беріңіздер. Неғұрлым қою болса, соғұрлым қамырдың әдемі көтерілетін болады. Осылай іртігі жойылғанша венчиктің немесе миксердің көмегімен араластырып болғаннан кейін електен өткізіліп алған ұнымыз бен разрыхлителімізді салып, тағы да араластыратын боламыз. Міндетті түрде ұнымыз иленген болуы керек, әдемі көтерілу үшін. Осылай видеодағыдай біркелкі крем сияқты қамыр дайын болады. Осылай араластырылып дайындап болғаннан кейін тестаны 20 минутқа қалдырып қоямыз. Бетін жауып. Ол 20 минут ішінде сіз пергаменттеріңізді қырқып дайындап алсаңыз болады. Енді тестамызды салып формасын шығаратын боламыз. Мен осылай кальцоны пергаменттің үстіне қойып, осылай жапшығам видеодағыдай. Сосын кальцоны алғаннан кейін өзінің жан-жағында орны болады. Кальцонымызды алып болғаннан кейін қасықтың көмегімен тағы да барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар. Ручкамен сызып алсаңыздар да болады. Менде осындай 6 штук көжік шықты. Қалған көжіктарымыздың да барлығын осылай жасап шығамыз. 2,5 қасықтан құйып, осылай. Тестасын дайындап болғаннан кейін 20 минут тұру керек деген себебім, сол кезде тестаңыз көтеріліп әдемі болып тұрады. Менде бір қасық артылды. Осыны басқа аздау дегенге, болмаса басқа көжіктарға бөліп тастасаңыздар болады. Осылай барлығын бірдей етіп дайындап аламыз. Духовкамызды алдын ала қосып қоямыз. Қызып тұрған 180 градуста 4-7 минут пісіріп аламыз. Қарап тұрасыздар, өйткені тез піседі бұл. Беті ғана қызарса болды. Бұдан артық қатты қызарудың қажет жоқ. Өзі нежный торт, яғни жұмсақ торт. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Мен осылай пісіріп алдым. Енді бұл барынша суы керек. Суымай тұрып пергаменттен шешіп алмаңыздар. Менде бұл жерде айта кететін жайт, мына пергаментті мен заказбен алдырған болатынмын. Басқаша түрі келіп қалыпты. Яғни жұқа түрі. Егер жұқа болса, осылай жабысып қалады. Таңдаған кезде қалыңдауын қоңыр түсті болады, қалың, сондайын таңдасаңыздар, сода жабыспайды. Егер жабысып қалған жағдайда, осылай видеодағыдай лопатканың көмегімен осылай алсаңыздар, асты жабыспай ажыратылатын болады. Барынша пергамент қағазға лопаткаңызды қойып, осылай, яғни қырнап шығасыздар астын. Мен барлығын осылай ажыратып алдым.
Енді ішіне салатын кремімізді дайындайтын боламыз. Бұл жерде айта кететін жайт, сливки, творожный сыр холодильниктен шыққан болуы керек, яғни салқын болуы керек. Бөлме температурасында болса, ол креміміз дұрыс шықпай қалады, яғни қоюланбай, сұйық болып қалады. Осылай сахарный пудрамызға сливкемізді құйып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Араластырған кезде мұқият қарап тұрыңыздар. Сливкеміз өзі бетінде кішкене узорлар пайда болады. Одан қатты ұрылып кетпесін, қою болып қалады, қатып қалады яғни. Мені байқап қарасаңыздар, қатты сұйық емес, бетінде узорлар пайда болды. Осындай болған кезде творожный сырымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Шашырап кетпеу үшін осылай басымен алдын мыжып аламыз. Одан кейін миксерлейміз. Осындай қою, қатты емес, бірақ осындай қою крем дайын болады. Мына лопатканы алған кезде, төмен қаратқан кезде крем түспейді, яғни өзін ұстап тұр. Егер осылай өзін ұстап тұрса, демек крем дұрыс шықты деген сөз. Енді заготовкамызды дайындаймыз. Осылай қағаздың үстіне кішкене ғана кремімізді жағып қоямыз, себебі тортымыз жылжып кетпеу үшін. Мен осылай кольцоға жинағанды жөн көремін, өйткені әдемі біркелкі тегіс жиналады. Әр коржығымыздың арасында 2,5 қасықтан 3 қасықтан осылай салып, барлық жеріне бірдей етіп жағып шығамыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеле кетіңіздер. Видео пайдалы болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Осылай креміміздің барлығын салып, жағып шықтық. Енді осы күйінде морозильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Осы жарты сағат ішінде әсемдігі үшін кремімізді дайындайтын боламыз. Бұл жерде де ескере кететін жайт, творожный сыр мен сливки холодильниктен шыққан болуы керек, яғни бөлме температурасында болмасын. Егер бөлме температурасында болатын болса, кремдеріңіз дұрыс шықпай қалады, яғни сұйық болып, дұрыс жағылмай қалады. Осылай сахарный пудрамызға творожный сырымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін сливкемізді құйып, тағы да миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Негізі осылай видеодағыдан да кішкене қоюлау масса шығуы керек. Мен туған күнге жасаған болғандықтан краска қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша, өз фантазияларыңызбен әсемдесеңіздер болады. Кремді барлық жеріне бірдей етіп жағып, ары қарай
өз фантазияларыңызбен жалғастырсаңыздар болады. Келесі видеода торттың бетінде әсемдік үшін жасалатын мастикадан, шоколадтан әртүрлі фигуралар жасап көрсететін боламын. Рахмет, сау болыңыздар.